Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз галактикалық координаттар жүйесі болып табылады. Тақырыпты жазайық. Галактикалық координаттар жүйесі бізге біздің галактикада орналасқан объектілердің орнын анықтау үшін қажет болады екен. Ал оның санақ басы ретінде күнді алады екенбіз. Демек, ол гелиоцентрлік жүйеге ауысады екен. Гелиоцентрлікті алған себебіміз оның маңында жер орналасқан болады. Ал жер мен күннің арасындағы бір астрономиялық бірлікті галактикалық масштабқа көшкен уақытта елемеуге болатынын айтып кету керек. Біздің галактика ол шиыршықты галактика болып табылады. Ол шамамен үстінен қараған уақытта осындай сияқты шиыршықты галактика болып табылады екен. Және осындай радиустың 3/2 бөлігінде күн орналасады екен. Күн мынандай жерде орналасатынын біз біледі екенбіз. Енді бұны жанынан қараған уақытта, онда ол былай болып көрінеді екен. Мынау галактиканың центрі, галактиканың дискісі, соның 3/2 бөлігінде мына жерде күн орналасады екен. Енді біз екі жағдайды қарап көрейік. Галактиканың үстінен қараған уақыттағы және галактиканың бүйірінен қараған уақыттағысы деп бөліп түсіндірейік. Шын мәнінде біз сфераға салып көрсету керек болатынбыз, оны үшінші ретінде көрсетеміз. Бірінші үстінен қарағандағы дәл мынау сияқты болады. Бірақтан бұны қолданбайтын себебіміз, біз мұндағы тармақтарды қажет етпейміз. Яғни мына жеңдерді керек емес. Біз сондай бір галактика жазықтығын, яғни мынау диск жазықтығының үстінен қарағандай болып табыламыз да, мынау диск жазықтығын түгелімен деп ала қоямыз. Демек, оны былай аламыз. Галактиканың центрі және оны қоршаған осындай бір диск болсын. Дисктің жазықтығы әрине бір текте емес, сондықтан мен осылай қылып көрсеттім. Және осы жерден радиусы 3/2 бөлікте күн орналасады екен. Енді күннен галактиканың центріне бағытталған сызықты, осы сол бағытты біз 0 градус деп аламыз. Ал одан төмен қарай, былай қарай бағытталған болса, мына 0 градус, ал былай бағытталған болса, ол 90 градус болады. Ал керісінше бағытталған болса, ол 180 градус болады. Және одан жоғары орналасқан болса, онда 270 градус болады екен. Міне осылай градустарға бөлеміз. Енді осы жерден бір объектіні алатын болсақ, айтарлық мына бір объект болсын. Осыны алатын болсақ, онда оны күннен бастап былай қараймыз да, және мынау галактиканың центріне бағытталған сызықтан бастап, осы объектке дейін бағытталған сызық арасындағы бұрышты қараймыз. Және осы бұрыш бізде галактикалық бойлық деп аталынады. Оны біз L әріпімен белгілейміз, және L әріпімен ол галактикалық бойлық болып табылады. Келесі енді дәл осыны бүйірінен қарап көрейік. Мынау секілді. Дәл осылай болады. Центрінде галактиканың центрі болады. Жазықтық болады, және оның 3/2 бөлігінде күн орналасады. Күн орналасады дағы. Және осы диск жазықтығынан жоғары жатса, немесе төмен жатса деген объектілерді қарап көреміз. Айтарлық мына біздің таңдаған объектіміз, ол диск жазықтығынан мына бір жерде жатқан болсын. Онда біз күннен бастап осы объектке дейін сызық сызамыз. Сөйтіп, мынау галактика жазықтығынан ауытқуын көреміз. Оны B әріпімен белгілейміз. B әріпі деп отқанымыз, ол галактикалық ендік болып табылады. Яғни, бұны біз қазір бүйірінен және үстінен қарағанын көрсеттік. Ал дәл осыны сфераға салатын болсақ, онда галактиканың жоғары жатқан бөлшектері, мына жақ солтүстік бөлігі, оңтүстік бөлігі, ал мынау галактика жазықтығы болады. Оны сфераның ішіне салатын болсақ, бұлай болып табылады екен. Сфераны сызамыз, және диск жазықтығы мынау.
және кез келген бір объект болсын, мұнда орналасқан болсын сол объект, сол объектіге мынау центрі болсын біздің күн, өйткені күннен бастап санақ басы. Сондықтан осылай жүргіземіз. Және мынау сызық бар бізде, және мына сызық болады. Айтарлық, галактиканың центрі мына бағытта орналасқан. Мынау объекттің сызылған жермен мынау жазықтықтың қиылысқан нүктесін табамыз. Сол қиылысқанға дейінгі қашықтық мынау сызық екеуі. Онда ол бізде галактикалық бойлықты береді. L, немесе ол мына бір доға болып табылады. Ал галактикалық ендік деп отқанымыз, онда ол мына бір, оны екі немен белгілейін, және B деп атайын, немесе мына бір доғаны береді екен. Ол галактикалық бойлық. Яғни галактикалық ендік өз кезегінде 0 мен 360 градус аралығындағы мәнді қабылдайды дағы, ал галактикалық ендік өз кезегінде минус 90 мен 90 градус аралығындағы мәнді қабылдайды екен. Яғни жоғары жағында жатса 90 градус мәнді, төмен жағында жатса минус 90 мәнді қабылдайды екен. Міне осылайша галактикалық координаттар жүйесіне көштік. Галактикалық координаттар жүйесі біздің галактикадағы, яғни құс жолы галактикасындағы объектілердің, сондағы аспан денелерінің галактиканың қай бір аймағында орналасқанын көру үшін қажет болады. Біз бақылаулар нәтижесінде кез келген объектінің, немесе кез келген аспан денесінің тік шарықтауымен және оның еңкеюін таба білеміз. Және соның тік шарықтау және еңкею арқылы, және оның өздік қозғалысы арқылы галактиканың қай аймағында орналасқанын дәл тауып, галактиканың сол бір жерінде жатыр деп қарастырсақ болады екен. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.